Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен мен Боташка. Бүгін мен каналымда сіздерге қазақтың ет дайындаудағы өте ерекше тағамдарының бірі қазының жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен осылай қабырғаның майлы еті қажет болады. Соның барлығын алып, видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп, барлығын турап, дайындап аламыз. Еттерді осылай турауымыздың себебі біздің ішекке салуымызға өте ыңғайлы болады. Яғни ет пен майды бір қалыпта араластырып салуға өте ыңғайлы болады. Сол себепті осылай турап аласыздар. Содан соң үлкендеу ыдысымызға салып, етімізге дәмдеуіштерді қосуды бастаймыз. Яғни ең алдымен сарымсағымызды қосамыз дәміне қарай. Содан соң қара бұрышты, зіремізді, сонымен қатар кориандр қоссаңыздар болады. Барлығын дәміне қарай, татымына қарай қосасыздар. Және де тұз салуды ұмытпаңыздар. Барлығы біздің қоспаларымызды қосып болғаннан соң етті жақсылап араластырамыз. Барлық жерге біздің қосқан қоспаларымыз етке тиюі қажет. Содан соң етіміздің бетін жауып, салқын жерге 4-5 сағатқа қалдырамыз. Холодильникке қалдырсаңыздар болады. Содан соң тағы да жақсылап араластырып, ішекке салып қазы айналдыруды бастаймыз. Жылқының ішегін осылай алдын ала жуып, тазалап, тұзды суға салып дайындап қоямыз. Содан соң осы ішегімізге қазы салып, жаңағы дайындап қойған маринадталған етімізді салып айналдыратын боламыз. Міне біздің етіміздің барлығы дайын, керемет хош иісті болып тұр. Ендігі кезекте ішегімізді алып, бір ұшын осылай мен секілді жаңағы зубочистканың көмегімен жақсылап, мықтап байлап қойсаңыздар болады. Байлап болғаннан соң жаңағы біздің салған зубочистканы алып тастайсыздар. Немесе кәдімгі байлап жүргенде байлап. Ең бастысы ішегімізден жіп шешіліп кетіп, ет шықпауы қажет. Жақсылап, нақтылап қысып байлау қажет. Содан соң етімізді салып бастаймыз. Бір етке бір майды қосып салам. Сол кезде қазыларыңыз өте дәмді, майлы, не майлы емес, не қара кесек ет болмайды. Өте керемет болып шығатын болады. Осы әдісті салып, барлық ішектерімізге біздің дайындап қойған еттің барлығын салып, қазымызды айналдырып дайындаймыз. Етті ішекке салған кезде ішегіміз бос болып, арасында ауа қалып қалмауы қажет. Қатты тырсылдап, ішекті жыртып алмау да қажет. Сондықтан байқап, бос қылмай, ішекті барынша қысып отырып, етіміздің барлығын саламыз. Екі жағын жақсылап байлаймыз. Міне біздің қазыларымыздың барлығы дайын. Өте керемет болып шықты. Осы әдіспен жасап көріңіздер, ас болсын.